Сәлем қыздар, қал қалай? Бүгін қызықты рубрика болайын деп тұр. Бір жағы кеше түнде дұрыс ұйықтаған жоқпын, 2-3 сағат қана, және таңғы сағат 5:30-да тұрып, одан тірліктерімді жасадым, одан жұмыс істедім. Сөйтіп кешкі сағат қазір 9 болды. И осындай кездерде сіз шаршаңқы мына көрдіңіздер ме? Көз кәдімгідей кіртиіп тұр, көздің астындағы қара темный круги, және де настроение осыдан құрып тұр, кішкене тірі болмағаннан кейін. Ал сен мысалға күйеуіңіз шақырып тұрған болса, жүр киноға барып қайтайық деп, осындай түріңізбен барғыңыз келмейді, тез арада өзіңізді бір қолға алып әдемілену керек болады. Бірақ кіртиген көз, мынау сосын кейін көздің ішіндегі жанарының қызарғаны, одан мынау бүкіл түрің енді не важно болып тұр, осындай кездер не істеуге болады? Өзімнің опытына сүйене отырып, кішкене қыздар кеңестермен бөлісе отырайын. Бұндай кездер мен 5 минуттық жаттығу жасай саламын. 5 минуттық жаттығудан кейін обязательно мына 10 минутқа жұмыртқаны белогы да араласқан, сарысы да араласқан кәдімгі жұмыртқаны бетіме жағам. 10 минутқа кепкенше, одан кейін оны жуып тастаймын. Сосын кейін барып өзімнің любимый сывороткам бар еді, Медипилдің 24 карат деген. Осыны жағам, таусылайын деп қалған екен. Осы жақында жаңа сыворотка алғам. Фаберликтің, білмеймін, әлі қарап жүрмін. Түсінбей жатырмын. Мына сывороткаға үйреніп қалғам өзім, ешқандай да майлы эффект бермейді, бетке тез сіңіп кетеді, ешқандай пленка қалдырмайды, соған үйреніп қалғам. Енді қазір жағып көрсететін болам. Қыздар, кеттік 5 минутқа жаттығу жасайық, ондай болатын болса. Ең біріншіден, мынау денемізді кішкене жаттықтырып аламыз. Қан жүру үшін. Арқамызға, мойнымызға кішкене тез жаттығу жасап тастаймыз. Сосын кейін бетке жаттығу жасаймыз. Қазір қан айналым жақсарады да, бетімізге қан жүгіреді. Соның арқасында кішкене өзімізді бодыра сезіне бастаймыз. Мына мойның артқы бөлшегін уқалап жібереміз. Кішкене қан тезірек жүрсін деп. Где-то бір 20-25 минутқа. Тез өзімізді қалыпқа келтіру үшін. Енді көріп тұрсыздар, түрінен түр қалған жоқ бүгіндікке. Ұйқы дұрыс болмаса, сосын кейін ұйқы дұрыс болмаса, одан тамақтанымыз дұрыс болмаса, осындай кешке қарай бетіңіз салбыраңқы болып, шаршаңқы болатын болады. Ал енді күнделікті жаттығу жасап, ұйқыңыз дұрыс болатын болса, онда бетіңіз де соответственно кеш болсын, таң болсын, жақсы қалыпта болады. Мен айтып өткендей, түнде дұрыс ұйықтаған жоқпын. Сосын одан таңғы сағат 5:30-да тұрып кеттім, одан жаңа күн ыстық болды. Ыстық күнде кішкене жүріп қалдым. Енді, в общем, не керек, шаршадым бүгіндікке. Ал енді тез мойынға. А-О-У деген осы ерінге өте жақсы көремін осы жаттығуда. А-О-У, А-О-У. 5 рет қайталап шығам. Енді тезірек бізге қан айналымды жақсарту керек болып тұрды, чтобы қан жүгірсе, бетте кішкене жаңағыдай бодырыс пайда болу үшін. Сосын тіліммен айналдырам. Он рет. Сосын кейін бұлай екі саусақтарымызды қоямыз мұрнының екі жағына. Кішкене батыра қоямыз. Қатты емес, но кішкене батыра қоямыз. Где носогубные складки бар жерге. Кетті. Қан айналым жақсарып жатыр. Енді көз айналасына. Жиырма рет. Сосын төбеге қараймыз. И астыға қараймыз. Төмен қараймыз.
тез жасап жатырмын, чтобы кішкене қан айналымды тезірек жақсарту үшін. Бұның бәрін таза бетке жасайсыздар. Бетім қазір жуылған. Сосын тез-тез мұны бетімізді ұрып-ұрып қан айналымды жақсартып аламыз. Кішкене жұмсаймыз. Құлақ. Уже кішкене де болса ұйқым қашып жатыр. Енді бетімізге жұмыртқаны жағамыз. Көздің айналасына жаққан кезде мен пока мына жақтар кебе бастағанша мен қайта-қайта осы жұмыртқаның ағын жағып отырамын. Сосын 5-10 минутқа кепкен кезінде мына бөлшектер кебеді ғой. Көздің айналасына жағып тұрамыз қайта-қайта. Кепкеннен кейін жуып тастаймыз. Жуып болғаннан кейін мұздатқышқа ромашканың суын, яғни ромашканы сіздер отқа, баяу отқа кішкене 10-15 минутқа алдын ала ғой, оның бәрін жасайтындарыңыз ромашканы. 5-10 минутқа жаңағыдай қайнатып аласыздар, сосын кейін сүзіп аласыздар. Сүзіп алғаннан кейін мұздатқыш формаларға салып қоясыздар. Формаларға салып болғаннан кейін морозилкаға салып қоясыздар, сонымен сол морозилкада тұра береді. Осындай асыққан кезде сол мұздар сізге көмек болады. Қазір осыны жуып тастағаннан кейін мен мұзбен кәдімгі бетімді тез-тез жүріп өтем. Сол кезде тез қан айналым күшті болады, жақсарады. Сосын енді көздің айналасына көреміз, қазір күшті эффект болады. Бірінші кеуіп алсын. Қараңыздар, қыздар, уже жақсарды. Бетімдегі жұмыртқаны жуып тастадым. Состояние уже более-менее. Көрдіңіздер ме? Енді мұзбен кәдімгі жүріп өтем. Мен ваннада істеймін енді көбінесе. Енді сіздердің аулаларыңызға кішкене көрсетейін деп өстіп алып келіп жағып жатырмын. Енді осы мұздармен жүріп өткеннен кейін беттеріңіз вообще керемет болады. Вот. Екі мұз алып алыңыздар, кішігірім болатын болса. Ой, жерге түсіп кетті. Екіншісін алайын. Темные круги под глазами дейді ғой. Сол жерге көптеу жүргізіңіздер. Шаршағаннан болады ғой, көбінесе шаршағаннан, бүйрек ауырған кезде де темные круги под глазами. Соқтап қалсаңыздар, немесе шаршап, ұйқыларыңыз қанбаған болса. Так, енді қазір осы кепкеннен кейін, даже сүртіп тастауға болады, қазір кеппей жатып, уақыттарыңыз аз болатын болса. Сүрткішпен сүртіп тастасаңыздар болады. Сүртіп тастағаннан кейін сіздер сывороткаларыңызды жақып қойсаңыздар, 5 секундқа кепкенше, потом уже боянып, әдембен сыланып шыға берсеңіздер болады қалаға. Көрдіңіздер ме, кішкене уже реңім басқаша болып қалды. Сондағысы бір 10-15 минуттың ішінде кәдімгі ұйқыларыңызды ашасыздар, сосын кейін қан жүгіреді беттеріңізде. Так, енді қыздар, бұл мен сіздерге кішігірім кеңесім болсын. Егер де сіздерде қандай да бір кеңестер болатын болса, экспресс жиналудың, экспресс әдемі қалыпқа келе қалудың экспресстер болатын болса, онда жазыңыздар комментарийға, немесе жаңағыдай тканевый маскалар қолданасыздар ма, қандайын қолданасыздар, соны жаза кетіңіздер. Экспресс әдемі түрге келтіре алатын, бетте липкий состояние қалдырмайтындай болады ғой. Тканевый масканы бір рет қолданып көрдім. Алғаннан кейін кәдімгідей бетіңді қайтадан сырт тастаған келеді, кәдімгідей алып тастаған келеді, қайтадан жуып тастаған келеді. Ондай тканевый маскалар маған ұнамайды. Маска болатын болса, алғаннан кейін кәдімгідей әдемі бет состояниесі болса, тез-тез сіңіп кететін болса, маған вот сондай нәрселер ұнайды. Бетте майлы әсер қалдыратын болса, тоже ұнамайды. Сіздерге қалай бөлісе кетіңіздер, қыздар. Мен сіздермен барынша ашық, барынша
ішімдегіні бөлісуге тырысып жүрмін. Комментарий жазып кетіңіздер, қандай өздеріңіздің жаңағы маған деген кеңестеріңіз болатын болса, мүмкін өздеріңізге ұнады ма осы лайфхак кеңесім, ұнаса ұнады деп жазыңыздар. Әйтеуір менімен етене араласуға тырысыңыздаршы. Мен де сіздерді күтемін. Сіздерге жаңағыдай барынша ашылып жатқаннан кейін сіздерден де ашық әңгіме күтемін. Ал жақсы қыздар, сау саламатта болыңыздар. Егер бір жаққа шығып жатсаңыздар, қыдырып жатсаңыздар, жақсы қыдырып қайтыңыздар. Егер ұйықтайын деп жатсаңыздар, қайырлы түн. Егер ұйқыдан оянған болсаңыздар, қайырлы таң. Жақсы көремін. Жақсы, сау саламатта болыңыздар қыздар. Ауырмаңыздар, сұлу болыңыздар, әдемі болып күліп жүріңіздер.